Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін жұма, яғни аптаны қорытындылайтын уақыт, ал өткен күндер несімен есте қалды, оны аңдатпадан білейік. Жазасын алды. 17 жастағы боз баланы зорлаған балқаштық педофил 13 жылға сотталды. Сот мәжілісінде аталған дерек бойынша куәлерден жауап алынды, және де сотталған өз күнәсін толықтай мойындаған. Сасық ауа Лазо көшесінің тұрғындары 20 жыл бойы нәжіс иісімен тыныстауда. Бірақ рельефтің ар жақтың жоғары болғандықтан труба дұрыс салынбаған, су керісінше бері қарай кетеді. Денсаулық нысаны жаңа диагностикалық орталық өз жұмысын бастады. Мұндай құрылғы кардиологтардың жұмысын біршама жеңілдетті. Балқаштық педофил 13 жылын темір тордың ар жағында өткізетін болды. Бүгін осыдан 8 жыл бұрын қызды зорлап түрмеден шыққан және осындай айуандық ісін биыл тағы да қайталаған қылмыскерге қатысты сот үкімі жария етілді. Азғынның соңғы қадамы тамыз айында қала шетіндегі қоймалардың маңында орын алған тұғын. Сол күні 25 жастағы сотталушы қойма маңында өтіп бара жатқан 17 жастағы бозбалаға көзі түскен. Және оны жүк көлігіне сүйрелеп апарып, айуандық әрекетін іске асырған көрінеді. Ал бүгін міне араға 4 ай салып қылмыстық іске нүкте қойылды. Азғын 13 жылға бас бостандығынан айырылды. Тағы бір айта кететін мәлімет, ол осыдан 8 жыл бұрын, яғни 2007 жылы қыз баланы зорлап түрмеде отырып шыққан еді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 21 бабы 3 бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, яғни кәмелет жасқа толмаған азаматты зорлаған үшін кінәлі деп танылып, 13 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жазасын қатаң режимдегі түзеу колониясында өтейтін болады. Сот мәжілісінде аталған дерек бойынша куәлерден жауап алынды, және де сотталған өз күнәсін толықтай мойындаған. Елді дүрліктіріп барлық құқық қорғау орган қызметкерлерін аяққа тік тұрғызған Техснап кентінің тұрғыны бас бостандығынан айырылды. 39 жастағы 3 баланың анасы қоғамдық орында бомба бар деп жалған ақпаратты 2 рет таратқан үшін 3,5 жылға темір торға тоғытылды. Бұл шешімді бүгін сот жария етті. Еске сала кетсек, жарылғыш зат туралы оқиға 16 тамызда орын алды. 39 жастағы Техснап кентінің тұрғыны сол күні үйіне кетіп бара жатып, учаскелік полицейдің ұялы телефонына хат жолдаған. Ал онда халыққа қызмет көрсету орталығы мен қалалық әкімшілікте бомба бар және ондағы адамдар сағат кешкі 5-те жарылады деп жазылған. Содан аяққа тік тұрған барлық мамандар ғимараттан 120 адамды қауіпсіз жерге көшіріп, 4 сағат бойы тінту жұмыстарын жүргізді. Абырой болғанда ақпарат жалған болып шықты. Бірақ та сол жалғандығы үшін 39 жастағы әйел 3,5 жылға сотталды. Және жалған террористік қадамға барғандығын толық мойындаған. Балқаш қаласының тұрғыны Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабы бойынша кінәлі деп танылып, Балқаш қалалық сотының үкімімен аталған азаматша 3 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған болатын. Жазасын жалпы режимдегі түзеу колониясында өтейтін болады. Сотталған азаматшаның кәмелет жасқа толмаған 3 балаларына қатысты, яғни сотпен жеке шешім шығарылатын болады. Лазо көшесінің тұрғындары нәжіс иісімен тыныстауға мәжбүр болуда. Өйткені келесі көшеде орналасқан канализациялық құбырдан шыққан су далаға ағуда. Үй иелері бірнеше рет дабыл қағып, жауапты органдарға жүгінгенімен еш нәтиже болмаған. Бұл іске біздің тілшілер араласып көрді. Нәтижесі қандай, не анықтады, келесі сюжеттен көрейік. Лазо көшесінің тұрғыны Михаил Байбатыров қысы-жазы өз бақшасы үшін күресуде. Даладан ағып келіп жатқан канализациялық су үйінің артына жайылған. Ал оны әрі қарай өткізбеу үшін орғазып қоршау орнатыпты. Алайда бұл әдісі тек уақытша ғана көмектескен. Метр где-то я насыпал уже. Күзде келсем, судың тереңдігі 1 метр болып жиналып қалыпты. Қазір су нәжіспен бірге осында қатып жатыр. Топырақ әкеліп төккенімен еш нәтиже жоқ. Иісі адам төзгісіз. Тұрғындардың айтуынша бұл мәселеге 20 жылдай уақыт болған. Көшенің соңындағы канализациялық құбырдан ағып жатқан су мен ондағы нәжіс иісі оларды әбден мезі еткен. Бірнеше рет коммуналдық қызмет орындарына шағым жазғанымен еш нәтиже жоқ. Сасық көлшік болса, одан әрі кеңейіп, тереңдей түскен. Мұнда тіпті көлік батып кеткен жағдайлар да болыпты. Машина стояла, будем говорить, багажником кверху. Алдында осы жерде көлік батып кетті. Енді ешқандай белгі жоқ.
Не қоша алмаған, жүргізушілер қайдан білсін, судан жолдың шеті көрінбейді. Анықталғандай, құбырлардың дұрыс орнатылмауы мәселеге себеп болып отыр. Ал оны жөндеуге осы уақытқа дейін қаржы қарастырылмаған. Керекті ақша тек биыл ғана бөлініпті. Мына құдықтан ар жақ құдыққа кету керек болатын, бірақ рельефтің ар жақтың жоғары болғандықтан труба дұрыс салынбаған, су керісінше бері қарай кетеді. Ал мәселені шешу үшін жаңадан 250 метр канализациялық құбыр орнатып, оны орталық магистральға қосу қажет. Коммуналшылар 1-2 күнде іске кіріспек. Және жаңа жылдан кейін барлық жұмысты толығымен аяқтауды жоспарлауда. Гүлім Аятай, Думан Қалыбаев, Өркен Медиа. Тоқтың лаңы жұмысшылар кентіндегі Школьная көшесінде 20 шақты үйдің тұрмыстық техникалары жанып кетті. Түн ішінде жел тұрып, тоқсымдары тұйықталып, тұрғындардың тоңазытқышы компьютерлері істемей қалған. Мұндай оқиға соңғы 4 айда екінші рет қайталанып отыр. Тұрғындар бұған тозығы жеткен тоқсымдары кінәлі десе, ал Балқаш энерго мекемесі өздеріне мін тағып отыр. Тілшіміз Гүлім Аятай істің мән-жайын анықтап көрді. Қысқа тоқтың тұйықталуының кесірінен техникасынан айырылған жанның бірі Мәншік Сүртібаева. 65 жастағы зейнеткердің айтуынша, осымен екінші рет электр қуаты күші 2 есеге артып кеткен. Соның салдарынан тоңазытқыш, телефон мен модем, теледидар қосымшалары секілді заттары істен шыққан көрінеді. Түнде 3 болып қалған кезде ояндым трансформатордың сигналынан. Залда үлкен трансформатор тұрған түнде телевизорда. Барсам, прям еш шығып уже өртенуге тақау екен. Светтен алып тастадым. Ол жүгіріп кухняға келсем, уже холодильнигім жанып кетіпті. Потому что 380 светтен көрсетіп тұрды таңертең. Мынаны кішкене қысқа дайындап, затяжка жасап, сондай жасау керек заң бойынша. Жиған тергендерін жөндеп, ауыстырудан шаршаған тұрғындар қысқа тоқтың тұйықталуына себеп тозығы жеткен сымдар дейді. Өйткені көше бойында орналасқан бағандағы тоқ көздері бірнеше жылдан бері ауыстырылмаған. Тек үзік-үзік сымдарды жалғаумен ғана шектеліп келген. Бір жылда 2 рет жалғанады, анау түсік болады, көрдің бе? Мынау короткий замыкание берген, бұлай ортасы. Тағы біреу болу керек. Үшеу болып тұру керек, бұлай. Квадратный, оғыл. Осы түсіп болады, ана жай сыммен орай салады. Ана сымды салбырап тұр, көрдің бе? Ана мынау астыңғы ағаш қатты желсе, анаған барып тиеді, көрдің бе? Бітті, сосын заманға түседі. Ал бұл істің мән-жайын көзбен көрген Балқаш энерго қызметкерлері техникаларынан айырылған тұрғындар өздері кінәлі дейді. Коммуналшылардың айтуынша, жұмысшы кенті заманауи электр қуат арқылы жылуды тарататын құрылғының күшін көтеруге қауқарсыз. Себебі бұл көшедегі үйлер отынмен ғана жылытуға арналған. Оған қоса аталмыш көше салынғанда тоқ көздері электр қуатының мөлшеріне толық есептелінбеген. Я лично ходил по рейдам, Біз рейд барысында көп заң бұзушылықтарды анықтадық. Жер үйде тұратындар электр жылытқыштарды көп қолданады. Негізі олар тоқ көзімен байланысты шаруаларды бізбен ақылдасып барып орнатулары тиіс. Ал екі бағаны арасында қиылған сымдарды біз қаңтар айында жөнге келтіретін боламыз. Десе де тоқтан болған келеңсіздікті екі жақта мойындарын алғылар жоқ. Сондықтан істің ақ қарасын анықтау үшін тұрғындар сарапшыларға жүгінгендер абзал. Гүлім Аятай, Думан Қалыбаев, Өркен Медиа. Жезқазған энергосбыт компаниясына шағымданған 6 тұрғын сотта жеңіп шықты. Естеріңізде болса, 2015 жылы мекеме 16-да 42 теңгеден жоғары болмауға тиіс тарифті заңсыз түрде 18-83 теңгеге көтерген үшін басы дауға қалған болатын. Аталмыш компанияға талап арызды бірінші болып жазғандардың бірі заңгер Владимир Табанюков. Ол тарифтің негізсіз көтерілген нақты дәлелдермен келтіріп сотқа шағымданған. Нәтижесінде ол бұл істі жеңіп шықты және судьяның шешімімен оған 7,5 мың теңге қайтарылуы тиіс еді. Алайда қала тұрғыны әлі күнге дейін бір тиын да алмаған. Я рекомендую настоятельно обращаться в суд. Мен дәлел ретінде 2015 жылғы және биылғы барлық түбіртектерді жинақтап шықтым. Онсыз дәлелдеу қиын болушы еді. Кейін қолымдағы бар құжатпен сотқа шағымданып жеңіп шықтым. Бірақ Жезқазған энергосбыт өз міндетін орындамай отыр.
Ал Жезқазған-Энергосбыт мекемесі балқаштықтың келтірген айғақтарын жоққа шығарып отыр. Алайда қыркүйек айында Қарағанды облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты көтерілген тарифті заңсыз деп тауып, елден алған артық төлемді қайтаруды міндеттеген болатын. Бірақ монополист компания сот шешімін орындауға асығар емес. Олар бірнеше рет апелляциялық шағым түсіргенімен заң алдында ұтылып қалды. Десе де тағы да сотқа жүгініп, өздерін жақтап алмақ. Согласно текста этого постановления. Мамыр мен маусым айларында жоғарғы сот бұл істің нақты нүктесін қояды. Егер сол кезде артық төлемді қайтарып беру керек деп шешсе, біз барлық тұтынушылар ақшасын қайтарып береміз. Көптен күткен ұлы той. Қаламызда кеңестік диагностикалық орталық балқаштықтарға есігін айқара ашып өз жұмысын бастады. Бұдан былай 3 қабатты 90 кабинетті ғимаратта тар көлемдегі 21 дәрігер қызмет атқаратын болады. Енді бірінші және үшінші емханада тіркеуде тұрған 54 мың адам осында келіп тексерістен өтеді. Жаңа диагностикалық орталықтың өзге де өзгерістері мен жаңашылдығы туралы келесі сюжетте. Кеңестік диагностикалық орталықта пайда болған жаңа кабинеттердің бірі флюра аппарат бөлімі. Ақтөбе қаласында жасалған құрылғыны мамандар 19 миллион 500 мың теңгеге сатып алды. Ал бұл аппарат электронды түрде жұмыс істеп, тексерістің қорытындысын бірер минуттай экранға шығарады. Яғни нәтижесін көп күттірмейді. Этот аппарат, он цифровой. Бұл физиоаппарат бұрынғыдан жақсы әрі сенімді. Бұдан тексерістен өткен науқастар өздерінің нәтижесін смартфондарға арнайы қосымша арқылы жүктеп ала алады. Оған қоса тексерістің қорытындысы еліміздің бірыңғай базасына енгізіледі. Яғни тиісті құжатты тасып жүрудің қажеті жоқ. Сонымен қатар балқашықтар үшін жасалған тағы бір жеңілдік кардиокомплекс кабинетінің ашылуы. Бұл дегеніңіз тұрғындар инфаркт, түрлі жүрек қан тамыр ауруларын мына құрылғы арқылы алғашқы кезеңнен ақ тексертуге мүмкіндік бар. Енді бұдан былай басқа қалаларға қатынаудың қажеті жоқ. Чем хорош тредмил? Мұндай құрылғы кардиологтардың жұмысын біршама жеңілдетті. Бұрын біз жүректе өзгеріс болса, науқастарды басқа қалаға жіберетінбіз. Ал енді ешқайда бармай-ақ осында емделуге болады. Тиісті стандарттарға сәйкес тұрғызылған емхана орталығында жалпы анализдер қабылданып, хирург, кардиолог, уролог, лор секілді тар көлемдегі 21 маман қызмет атқарады. Және де балалар мен ересектерді қабылдау жеке-жеке жүргізіледі. На учете у кого-то состоите? Сондай келер жылдан бастап бұл емханада көзге микрохирургия отасы тегін жасалмақ. Ал кімде денсаулығын өз қалауымен тексертіп аламын десе, ақылы қызмет түріне жүгіне алады. Айта кетейік, аталмыш орталықтың ресми ашылуы келер жылдың басына жоспарланып отыр. Толқынбатталова, Мұрат Болатбеков, Өркен Медиа. Ал жаңалықтарымыздың екінші бөлімінен көретіндеріңіз. Шетелдік қонақ Швециядан келген магистрант Балқаш көлін зерттемек. Ең қызықтырғаны көлдің бір жағы ащы, екінші бөлігі тұщы болғаны. Мереке бастауы қаладағы басты шыршаның шамдары жағылды. Сияй, свети горы! Спортшылар жеңісі. Балқаштық каратешілер Қазақстан кубогынан жүлдемен оралды. Маған жеңуге жылдан төбелесу жетпеді. Шетелдікті қызықтырған Балқаш. Британдық азамат Көкшекөлді зерттеу үшін қаламызға келді. Ол судың және ондағы тіршілік көзінің қазіргі жағдайын тексеріп, қаланы туризм орталығына айналдыру мәселесін шешудің жолдарын ойластырмақ. Калум Лав есімді жігіт Швецияның Стокгольм университетінің магистратурасында оқиды. Оланда қоғамдық география мамандығы бойынша білім алып жатыр. Биыл соңғы курсын тәмамдамақ. 24 жастағы магистрантты Балқаш көлі қатты қызықтырған көрінеді. Сондықтан да диссертациясының тақырыбына арқау етіп, көлді өз көзімен көріп, зерттеп қайтуды жөн көрген. Қаладан аудармашылар да табылып, қазір ақпарат жинау үстінде. Ол мұнда жаңа жылды қарсы алып, бірақ қайтпақ. Бірде Арал теңізі туралы мақала оқып отырып, Балқаш көлі туралы сілтемені көзім шалып қалды. Ең қызықтырғаны көлдің бір жағы ащы, екінші бөлігі тұщы болғаны. Қыста көріп қайтам, ал жазда керекті құрал жабдықтарымды әкеліп, түрлі зерттеулер жасаймын.
Желтоқсан айының 3 жексенбісі энергетика саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай біздің түсірілім тобы қалалық жылу электр станциясында болып, ондағы жаңа құрылғылардың жұмыс істеу процесін көзбен көріп қайтты. Ол туралы келесі бейне материалда. Валентина Кузьминицкая 12 жылдан бері жылу электр станциясында жұмыс істеп келеді. Ол соңғы 6 жылда бұл турбинасына жауапты. Айтуынша, биылдан бастап жұмысы біршама жеңілдеген. Өйткені мынандай жаңа турбиналарда компьютер арқылы қадағалап отыруға болады. Яғни қазандықтың температурасын бұрынғыдай жүріп тексерудің қажеті жоқ. Барлығы автоматтандырылған. Вибрацию. Разгрузить турбину. Вот показывает этот подшипник, который моргает. Снимаем. Нам приходилось все работать вручную. Әрине, жұмысты монитор арқылы қадағалау жақсы әрі тиімді. Темір тұтқамен жүрмейсің. Кабинеттің ішінде отырып жылудың температурасын, турбинаның жұмыс процесін барлығын көріп отырасың. Ал 2017 жылдың соңында станция бір турбогенератормен және тағы бір қазандықпен толықтырылатын болады. Қазіргі күні мамандар бұрынғы істен шыққан қазандықтарды алып, жаңасына орын дайындап жатыр. Бұл дегеніңіз станция жұмысының қуаттылығы артады, энергия көзі үнемделеді. Тогда мощность станции выйдет на 200 мегаватт. Әрине, жұмысты монитор арқылы қадағалау жақсы әрі тиімді. Темір тұтқамен жүрмейсің. Кабинеттің ішінде отырып жылудың температурасын, турбинаның жұмыс процесін барлығын көріп отырасың. Жалпы қалалық жылу электр станциясында 4 турбогенератор, 4 қазандық жұмыс істеп, екеуі қорда тұр. Және оның барлығына 500-ден астам қызметкер жауапты. Қаламыздың бас шыршасы сан алуан түстерге боялды. Тәуелсіздік алаңында орналасқан биіктігі 15 метрлік шыршаның шамдары жағылды. Енді жаңа жылдық мерекелерді тойлауға ресми түрде рұқсат. Қыстың мән мен сәнін келтіретін мереке шерумен басталды. Ақ түсті көліктермен басталған бағанада 200-ден астам аяз ата, ақшақар, түрлі ертегі кейіпкерлері сән түседі. Және олардың барлығы қаланың орталық көшелерімен жүріп өтіп, әсем әннің сүйемелдеуімен барлық тұрғындарды келе жатқан жаңа жылдармен құттықтады. Ал тәуелсіздік алаңда жиналған жұртшылықты аяз ата мен ақшақар көп күттірмеді. Олар ортаға ертегі мен мультфильм әлемінің кейіпкерлерімен шығып, мерекенің сәнін келтірді. Ел назарына театрландырған көріністі ұсынып, әуеге жаңа жылдық шарларды ұшырды. Содан кейін шырша жағу рәсімінде келіп жетті. Өңір басшысы аяз ата мен ақшақардың кішкентай көмекшілерімен бірге сиқырлы тетікті үштегеннен басты. Раз, два, три, сияй, свети горы. Осы сәтті жыл бойы күткен жерлестеріміз мерекелік шараны дәстүр бойынша шуақты шыршаны айнала билеп әнмен жалғастырды. Ал өз кезегінде балақайлар жаңа жылға жаттап дайындаған тартулармен бөлісті. Аяз ата келіп тұр, маған сәлем беріп тұр. Бір қолымда мармелад, бір қолымда шоколад. Тамаша, самыз тұр жаңаса, басында әсем жұлдызы, көз тоймайды қараса. Толқынбетті Алла Мұрат Болатбеков, Оркен Медиа. Балқаштық каратэшілер Қазақстан кубогынан жеңіспен оралды. Атырау қаласында өткен байрақты бәсекеге қаламыздан 4 спортшы барды. Солардың екеуі жүлделі орынға қол жеткізді. Бүгін жаттықтырушылары жеңімпаздарды құттықтап дипломдарын табыстады. Ал жарыста сәтті өнер көрсеткендердің бірі Филиппова Света. Командалық комитеде 2-ші орын, жеке комитеде 1-ші орын және командалық катада 2-ші орын алған. 12 жастағы оқушы сонымен бірге 1-ші разрядты орындап қайтты. Екінші жеңімпаз 8 жастағы Әли Қошқаров. Ол жеке комитеде қола жүлдені олжалады. 4 кездесу өткізіп, 3 қарсыласын ұтқанымен соңғысына есе жіберген. Оның пойызы қоңыр болды, менікі қызыл және оның жасы 9-да болды.
Маған жеңуге жылдам төбелесу жетпеді. Уақыт тез бітіп қалды. Ендігі кезек афиш айдарында. Осы демалыста және келесі аптада қайда баруға болады, қай жерде спорттық және мәдени шаралар өтеді. Оны шаралар тізімінен көрейік. 24 желтоқсан күні қала өнерпаздары Мәдениет сарайында қайырымдылық концертін өткізеді. Шығармашылық кештен түскен қаржы оқыс жағдайдан арбаға таңылған Мейірім Орынбаевтың операциясына жұмсалады. Концерт сағат кешкі 6-да басталады. Билет құны 500 теңге. Сондай-ақ сенбі күні Талдықорған, Қарағанды, Шахтинск және басқа да өңірлердің боксшылары Балқашқа жиналып жекпе-жек өткізбек. Бокс мектептерінен келетін спортшылардың тартысы дене шынықтыру және сауықтыру кешінде өтеді. Басталуы сағат 10:00-де. Ал жексенбі күні дене шынықтыру және сауықтыру кешеніне барып баскетболшылардың жарысын тамашалай аласыздар. Ерлер арасында өтіп жатқан спорттық сайыс сағат 10-да басталады. Топ қуған спортшылар осы жолы жартылай финалға шығатын командаларды анықтамақ. Гүлім Аятай, Асхат Тоқбаев, Өркен Медиа. Мексикада отшашулар қоймасында жарылыс орын алып 40-қа жуық адам қаза тапты. Ал Ресейде 100 шақты тұрғын құрамында спирті бар косметикалық сұйықтықты ішіп уланып қалды. Толығырақ дайджест айдарында. Отшашудан опық жеді. Мексикада жаңа жылдық жарылғыш заттар сататын базар атылып, 300 дүңгіршек жермен жексен болды. Сондай-ақ 300 тонна салют фейерверктің күлі көкке ұшты. Нәтижесінде 36 адам көз жұмды, ал 60 шақтысы түрлі жарақат алса, 12 тұрғынды әлі таппай жатыр. Болжам бойынша оқиға орнында 2000-дай адам болу керек. Қазір жарылыстың не себепті орын алғаны анықталу үстінде. Жаппай улану. Ресейдің Иркутск қаласында құрамында спирті бар косметикалық сұйықтықты ішіп, уланғандардың саны 100-ге жетті. Соңғы мәлімет бойынша боярышник лосьоннан 58 адам көз жұмған. Ал 36 тұрғын ауруханада ем алып жатыр. Ресейліктердің көпшілігі боярышникті алкоголь орнына қолданатын көрінеді. Ал уланудың себебі этил орнына метил спиртін қосқаннан болуы мүмкін деген болжам бар. Қазір оны сатуға тыйым салып, полицейлер 200-ден астам дүкендерге тәркілеу жүргізуде. Нәтижесінде 16,5 тонна ішімдік сатылымнан алынып, 11 кәсіпкер қолға түсті. Алып аққала. Қытайда 34 метрлік аққала тұрғызылды. Күншығыс елінің Харбин қаласындағы қардан жасалған мүсіндер көрмесінде одан бөлек қытайлықтардың символы айдахар, биік-биік мұнаралар мен санаулы күнде кіретін жыл тауық та бар. Алыстан көз тартарлық туындыларды жасауға 120 000 текше метр қар кеткен. Жаңа қызмет өз еркімен қоғамға үлесін қосып, көмектесіп жүретін еріктілер енді заңды түрде тіркеле алады. Мұндай жүйе әлемнің өзге елдерінде бұрыннан бар. Осыған байланысты еліміздің депутаттары да заң жобасын бекітті. Бұдан былай еріктілер жұмысы мемлекет қарамағындағы қызметтің бір түріне айналмақ. Осы аптада келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келер дүйсенбіде бізден тағы жаңалық күтіңіздер, әлі де айтарымыз бар.